алдыңғы сағатта 5-ші сабақтың бастапқы 8 сөзін өтіп бергем. Енді ары қарай қалған 16 сөз, жерде бір қосымша сөз бар екен, сонымен 17 сөз, қалған 8-те 9 сөзін жалғастырамыз. Бірінші сөз біз алдыңғы сағатта х деп ішу дегеннен аяқтағанбыз. Енді ендігі басталатын сөзі ча, чай. Ча, чай. Басы цаузы тоу, пена, хэн, шугу, ден. Бұл ча, хэн, шу, пе, на, хэн, шугу, ден. Бұл ча, чай деген сөз. Енді біз қазақ тілінде бір кісілер сізге жақсылық жасап жатса қайтесіз, қалай айтасыз? Рахмет. Бұл бізде табиғи қолданатын сөздер. Соның қытай тілінде айтылуы ше. Рахмет. Ше. Бұның жазылуы сәл күрделірек, назар аударып отырамыз. Ден, хыңжы, ти, пе, шу, хыңжы, гоу, хэн, ішінде екі хэн, жеде үлкен хэн жазамыз, сыртына шықпайды. хэн, үлкен хэн, жеде бір пені жазамыз. хэн сыртында шоу, ден. Бұл ше бір сөзі. Енді осыны екі қайталаймыз. Ше. Рахмет. Келесі сөз. Бу кө чи. Тартынбаңыз, қысылмаңыз. Бу кө чи. Бу кө чи. Тартынбаңыз, қысылмаңыз, ұялмаңыз. Бу кө чи. Бу алдыңғы сабақта оқығанбыз. Жоқ, емес деген сөз. Бу хэн, пе, шу, ден. К, ден, пе, кішкентай хэн, гоу, пе, хэн, пе, на. Енді осының астында нені жазамыз? Коуды жазамыз. Чи, пе, хэн, жуанго. Бұл чи. Бу кө чи. Тартынбаңыз, ұялмаңыз, қысылмаңыз. Келесі, кө чи. Бұны алып сайымызда жалғыз өзі екен. Кө чи. Кө чи. Өзі жалғыз ұялу, қысылу. Кө чи. Ұялып, қысылу. Енді алдында жаңағы бұны қоссақ, ұялмау, қысылмау. Бұ деген сөзді мен алдыңғы сағатта айттым ғой сіздерге. Болымсыздық жағдайды білдіреді. Жоқ емес деген сияқты. Сондықтан ұялмау, қысылмау, тартынбау. Енді міне жерде кө чи өзі жалғыз ұялу, қысылып, тартылу деген мағынаны білдіреді. Келесі сөзіміз гуңзо. Гуңзо дегеніміз кәдімгі біздің күнделікті өмірдегі қызмет жұмысымыз. Гуңзо. Гуң, хэн, шу, хэн, зо, пе, шу, пе, хэн, шу, хэн. Гуңзо. Бұл қызмет, жұмыс деген сөз, күнделікті өмірдегі.
Енді ары қарай таяқтың жерге сыймайды. Өшірейін мынаны. Келесі сөз. Біздің денсаулығымыз, кәдімгі денемізді қалай айтамыз? 身体 денсаулық, иә? 身体 шын деген әдетте жалпы дене, ти, 身体 撇手 хың, жөкіл, хың. Үйіне шықпайды. Же дегенде пе, 身体 身体 денсаулық, иә? шын бағана шеге сәл ұқсап қалады. пе, шу, хың, жөкіл, ортасында екі хың, мұнда хың, мұнда қандай? пе, ти, пе, шу, хың, шу, пе, на, ортасында кішкене хың. 身体 денсаулық, иә? Келесі сөз шы, цифр 10 екен. Біз оны оқып кеткенбіз, иә? Одан кейінгі сөз ры дейді. Күн. Уақыт мезгілі білдіреді, иә? Біз алдыңғы сағаттарда, сабақтарда көп кезіге ры деп сіздерге айтамын ғой. Ры, күн, иә? Жерде мына хыңы тақнаса тимейді, иә? Шу, хың, жөкіл, хың, ры, күн, иә? Уақыт мезгілді білдіреді бір жағы, иә? Сосын кейін соңғы бір біз Қазақстанда да бар ғой енді фамилия, иә? Бірақ фамилия біз адамның аты айтылады, иә? Мысалы Мүсірепов, иә? Сондықтан вақ қолданылады, иә бізде? Ал енді Қытай тілінде ваң, жаң, ма деген фамилиядар көп. Соның ішінде ваң фамилиялылар, иә? Ваң фамилия. Ваң фамилия. Хың, шу. Асында үлкен хың. Бұл ваң фамилия, иә? Енді сөздерді, бүгін көтілген 8 сөзді қайтеміз? Бір рет оқып шығайық, иә? Ча, чай, ча. 谢谢 рахмет, 谢谢 不客气 тартынбау, қысылмау, ұялмау 不客气 客气 ұялу, тартыну, қысылу 客气 工作 жұмыс, қызмет 工作 身体 денсаулық 身体 шы 10 цифры, иә? ры күн, уақыт, иә? ры ваң фамилия, ол аударылмайды. Ваң фамилиялар болады, иә? Ваң лаушы, ваң ишың деп айтамыз, иә? Ваң деген фамилия, ол аударылмайды. Ваң. Сонымен бүгінгі сөздер. Ча, 谢谢 不客气 客气 工作 身体 шы 热 ваң не бұл? Бүгінгі сөздер. Енді алдыңғы 5-ші сабақтың жалпы сөздерін бір рет қосып оқып шығайық, иә? шы 老师 您 请 进
做做和茶茶谢谢谢谢不客气不客气客气客气工作工作身体身体蛇蛇热热网网这么闹是也一理教好老师muallim nin siz请öğretmenim cin kırıv做oturuv喝işu茶çay谢谢 rahmet bu 客气 uyalmao tartınmao kısılmao 客气 uyalu tartını kısılı 工作 cumus hizmet 身体 din sağlık 是 on sıfırı 热 kun ван familia сонымен достар мен сіздерге бүгін 5-ші сабақтың соңғы 8 сөзін өтіп 5-ші сабақтың сөздерін аяқтадым 5-ші сабақта 16 ван фамилиямен қосымша сөзбен қосқанда 17 сөз болды біз осы 17 сөзді барлығының жазылуын сіздерге көрсетіп бердім оқылуын айтып бердім енді сіздерге сәттілік ары қарай өздеріңіз қайталап оқып шығыңыздар